Көптен бері біз сіздермен парақшадағы элементтің бәрін тек өзгертумен айналыстық. Ал егер парақшаға жаңа элемент енгізгіміз келсе, не істейміз? Мына жерде жазғанымызда inner HTML деп бір жолғы HTML тегтерді жаза аламыз. Бірақ біз көптеген тегтерді атрибуттармен, стильдермен жазатын болсақ, кодымыз тым ұқыпсыз, ретсіз болып кетеді. Оның орнына элементтерді жаңадан жасап, парақшаға қоса алатын өте ыңғайлы методтарды қолдана аламыз. Мысалға, біз парақшаға мысықтың суретін қосқымыз келді делік. Ең алдымен құрылуы керек жаңа элемент бізде сурет, яғни img элемент, иә? Алдымен біз осы суретті сақтайтын айнымалымызды құрайық. Ары қарай біздегі метод бұл document create element. Ал ішіне жасайық деп отырған элемент атауын, яғни тегін жазамыз. Сонда браузер мына сияқты img тегін құрады деп елестетсеңіздер болады. Және бұл элемент әзірге орынсыз тұра тұрады. Байқағандарыңыздай, біздің жазғанымыз әлі парақшаға шыққан жоқ. Ары қарай осыған қажетті директі тағайындайық. Айнымалымыздың аты нүкте src тең деп жоғарыдағы мекен-жайды алып қоя тұрайық. Міндетті түрде alt атрибутын ұмытпауымыз керек. Міне біз жасаған сурет элементі кәдімгі img элемент сияқты src және alt атрибуттарына ие. Жақсы, сонымен бұл осы жерде JavaScript көмегімен жасағанымыз болып табылады. Біздің сурет әлі парақшада орын таппаған. Себебі біз браузерге қайда қою керектігін айтпадық. Және біздің DOM-да бұған көптеген әртүрлі орындар бар. Оңайырақ бір нәрсе жасайық. Суретті парақшаның төменгі жағына орналастырайық. Мұны body тегінің соңына орналастыру арқылы жүзеге асыра аламыз. Сондықтан былай дейміз. Document body нүкте append child. Жақша ішінде бізде айнымалы атауы. Тамаша, парақшаға орналасты ғой ақыры. Сурет бірталай үлкен болып тұр, иә? Тым үлкен мысық қорқынышты көрінетін сияқты. Append child қасиетін кез келген DOM түйініне шақыра аласыз. Бұл берілген элементті құжатымыздағы байланысқан түйіндердің соңғысына айналдырады. Байланысқан түйіндер деп отырғанның өзі бізге DOM-ды ағаш сияқты елестетуге алып келеді. Бұлай, body тегін ағаштың діңгегі деп елестетсеңіздер, ал бұтақтар оның ішіндегі ұрпақтары, яғни құжатты жасап тұрған мына сияқты H1, P сияқты элементтер. Түсінікті ме? Және сіздер кез келген элементті осы элементтердің соңына қоса аласыздар. Негізі бұл мына скрипт тегінен кейін болуы да мүмкін еді. DOM методтарын қолдана отырып, теориялық түрде сіз элементтерді DOM ағаштың ішінде кез келген жеріне қоса аласыз. Біз оны оңай әрі айқын орындарға орналастыра аламыз. Көбірек мысал келтірейік. Біз мына жерде inner HTML-ді span тегінің ішінде strong тегін белгілеу үшін қолдандық. Оның орнына біз create elementті пайдалансақ болар еді. Айнымалы құрайық strong elementке қатысты. Document create element strong десек болады. Бірақ мен жазғанда қате жібердім. Әріптерге мұқият болу керек екені естеріңізде ғой, иә? Бізде мына жерде е әріпі қалып кетті. Сонымен бұл орны белгісіз strong тегін құрып тұр. Бірінші жасайтынымыз бұған мәтін қою. Strong element, яғни strong element, text content тең бізде ол мысық деген сөздер болды.
негізі балама түрде біз басқа нәрсе жасай алатын едік. Сондықтан text note деп аталатын методты құрып көрейік. Дом ағаштағы көптеген дом түйіндердің арнайы бір түрлеріне ие болуы мүмкін. Text note солардың бір ұрпағы. Бұл түйіндер жеке дара элемент болып саналмайды. Соған қарамастан дом ағашының бір түйіні болып табылады. Біз оларды жапырақтар деп елестетсек болады. Себебі олар ағаштағы ең соңғы бола алатын бөлік. Сонымен strong типіне ие болатын мәтінді strong text деп айнымалатына қояйық. Ары қарай документ create text note методы бізде жақша ішінде мысық. Сосын біз жай ғана мысық сөзін енгіземіз, иә? Егер біз бұл техниканы қолданған болсақ, біз мекенсіз бола тұратын екі түйінді де жазғанымызды білеміз. Strong тегі, сосын text note. Енді біз оларды бір-бірімен байланыстыруымыз керек. Және мысық strong тегіне ұрпақ түрінде болғанын қалаймыз. Сондықтан біз былай айтамыз. Strong element append child strong text. Сонда біз strongтың ішінде мысық деп жаздық. Енді біз мұны орналастыруымыз керек, себебі бұл әлі парақшаның бетіне шықпады. Біз элементтер атауына арналған for циклінің ішіндеміз, және әрбір элементке біз strong тегін орнатқымыз келіп тұр. Яғни мына жерге элементтер атауы айнымалымыз әрбір итерация орындалған кезде дейміз append child strong element strong L дейміз. Міне нәтижесінде біз олардың екі еселеніп кеткенін көріп тұрмыз. Себебі мен алдыңғы жазғандарымызды қалдырып кеткен. Сонда ол strong тегі бар span тегіне қосылып кетті. Оны біз inner HTML-ды бос жолға теңеу арқылы өзгерте аламыз. Сонда алдыңғы strong пен белгіленген span тегінен тазалай аламыз. Байқасаңыздар, inner HTML-ға қарағанда бұл өте көп жолдарды алып кетті. Жақсы, біздің неге бұлай жасағанымызды білесіздер ме? Жалпы көптеген әзірлеушілер құжатты бұл жолмен өзгерткенді ұнатпайды. Себебі байқап тұрғандарыңыздай бұл тым көп код болып кетеді екен, иә? Көп әзірлеушілер дом өзгерістер жасау үшін сіздер сияқты бағдарламашыларға арналған тура осындай кодтың қызметін атқаратын, бірақ әлде қайда қысқа кодтардан тұратын jQuery, React және тағы сол сияқты JavaScript-тің кітапханаларын пайдаланады. Маған осылай жазған ұнайды негізі. Себебі маған inner HTML сияқты бір жолға қаншама код жазғаннан гөрі осылай ретті ықшамды көрінеді. Бірақ сіздерге бәлкім ұнамаған да болар. Неде болса да, мұндай да жолдың бар екенін біліп жүретін боласыздар. Егер керек болса, мұны қолдана аласыздар және jQuery сияқты кітапханалардың сахна сыртында не істей алатынын да түсініп жүресіздер.